Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте нәзік болып шығатын медовый тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы экранда жазылған тағамдар керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оған қантты салып, жақсылап араластырамыз. Массамызды ұзақ араластырудың керегі жоқ, жай ғана екеуі біріккенше араластырсақ жеткілікті. Дайын болған массамызға бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Бөлме температурасында болуы маңызды, ол қатып тұрмағаны және еріген сары май болмауы керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін осы ыдысымызға 1,5 ас қасық балды саламыз. Шама келсе балды табиғи түрін алған жақсы. Кейін осы балымызды массамен жақсы біріккенше араластырамыз. Дайын болған массамызға сүтімізді құямыз. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін осы массамызды водяной баняда қыздырамыз. Қыздырып жатқан кезде араластырып тұруды ұмытпаймыз. Барлығы ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Осы дайын болған массамыздың үстіне 1 шай қасық содамызға аз ғана уксусты құйып араластырамыз. Бастапқыда кішкене көпіруі тиіс, және де оны ұзақ араластырмай, аздан кейін водяной банядан өшіреміз. Кейін осы массамызға ұнымызды аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды сүзгіден өткізу өте маңызды. Осы массамызға ұнды 450 граммнан көп қоспағанымыз дұрыс. Егер ұнды көп қосатын болсақ, онда кождарымыз піскен кезде қатты болып кетуі мүмкін. Құрметті көрермендер, егер осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, каналымызға тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Дайын болған массамыз қою қаймақ секілді болуы керек. Және де осы дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа жібереміз. Менде қамыр 3 сағаттай тұрды. Міне дәл осылай видеодағыдай болуы тиіс қамырымыз. Қолға жабыспауы керек. Осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлер кезде үстелімізге аз ғана ұн себеміз. Ұнды қатты себудің керегі жоқ, тек осылай үстелге аз ғана сепсек жеткілікті. Мен бірден осы видеодағыдай пергаментный бумаганың үстіне иледім. Аз ғана ұнды сеуіп жіберіп, жақсылап илеп шығамыз. Қамырымызды жаяр кезде аз ғана ұн сепсек жеткілікті. Оны көп етіп себудің қажеті жоқ. Дайын болған қамырымызды піскен кезде бірден осылай кольцомен бөліп аламыз. Егер сіздерде кольцо болмаса, крышканың көмегімен немесе тарелканың көмегімен бөлсеңіздер болады. Менде кольцоның диаметрі 24 см.
Шеттеріндегі артық қалған қамырларымызды бөлек бір ыдысқа салып қоямыз. Оны соңында тортымызды әсемдеуге қалдырамыз. Менде барлығы 7 корж шықты, 24 сантиметрлік етіп жасадым. Дәл осы видеодағыдай өте нәзік болып шығу керек. Мен осы медовый тортына заварной кремді қолдандым. Оның орнына басқа кремдерді қолдана беруге болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей бір коржды қойып, оның үстіне кремді жағып, солай барлығын істеп шығамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін осы қалған тестамызды үгітіп аламыз. Мен барлығын қолмен үгітіп шықтым. Егер сіздерде блендер болса, блендермен үгітсеңіздер болады. Тортымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа кем дегенде 5 сағатқа жібергеніміз дұрыс. Мен тоңазытқышқа жібермей, бірден осылай видеоға түсірдім. Егер тоңазытқышқа жіберетін болсақ, одан да нәзік, өте дәмді, ерекше болып шығады. Міне сонымен біздің өте нәзік медовый тортымыз дайын болды. Бізбен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар.